Сәлем достар, бүгін сәбізді пирог дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен начинкасын дайындаймыз. Ол үшін ұн, кукурузный крахмал, қант және сарыуызды араластырып, 6% сүт қосып, жай отта венчиктің көмегімен үзбей араластырамыз. Бізде таваңыздың асты қалың болған дұрыс, және де түйіртпектеніп жабысып қалмау керек, сондықтан да қайта-қайта араластырып тұрамыз. Бізде міне қоюлана бастады. Дәл осындай начинка шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, менде начинкам дайын. Пирогты дайындау үшін, қыздар, бізге май керек. Мүмкіндік болса, негізі бөлме температурасындағы жұмсақ май бола береді. Менде енді салқын май, сондықтан осылай теркадан өткізіп аламын. Барлығын ұнмен жақсылап араластырамыз. Разрыхитель қант қосып араластырамыз. Теркадан өткізілген сәбіз қосамыз. Тағы бір араластырып аламыз. Кейін сарыуыз қосып қамыр дайындаймыз. Бізде бұл қолға жабысқақ, сондай қамыр дайын болады. Оған бола уайымдамаңыздар. Дәл сондай болып шығу керек. Пештеріңізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоясыздар. Енді дайын болған қамырымызды диаметрі 30 сантиметрлік формаға орналастырамыз. Сосын жаңағы дайын болған кремімізді үстіне құйып, тегістейміз. Қызып тұрған пеште 30-35 минутта пирогтарыңызды пісіріп аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Дария.